Қайырлы күн, курс қатысушылары. Бүгінгі сабақта біз сіздермен біргелікте баланы тегін үйірмелерге қалай тіркейміз, сол туралы үйренетін боламыз. Яғни ол үшін біз міне өзімізге жаңа терезені ашып аламыз және де даму бала kz деп жазамыз. Міне бізге шығады осындай логотиппен оранжевый түсте даму бала.kz. Осы сайтқа кіреміз және де Қостанай таңдап тіркелесіздер. Енді менің жағдайымда мен тіркелгенмін, сондықтан мен кіру батырмасын басамын қазір. Ал тіркелу барысында сіз ешқандай қиындық жоқ, баланың өкілі деп таңдайсыз да, ары қарай батырмасын басып тіркелетін боласыз. Енді кіремін, ETCP кілт, яғни 3 түрлі жағдайда кіруге болады: YouGov Mobile арқылы, ETCP кілт арқылы және GSN арқылы. Маған ыңғайлы ETCP кілт арқылы, сондықтан сертификатты таңдаймын. Өзімнің паролімді жазып, кіремін. Қош келдіңіз дейді, яғни мен бұрын тіркелгенмін, сіздерде сіз тіркелдіңіз деп шығады. Жалғастыру батырмасын басам. Енді міне мына жерде бос орындар бар деп тұр, Гагарина 11, яғни 8 жастан 17 жасқа дейін карате бар екен мына жерде. Яғни біз бұл тегін үйірмелерге не үшін тіркейміз? Егер осы даму бала порталы арқылы сіздің балаңыз үйірмеге тіркеліп баратын болса, онда сіздің балаңыз тегін барады. Ал егер тіркелмей, сол мысалы каратеге балаңызды бергіңіз келсе осы адрестегі, онда сіздің балаңыз ол жаққа платный основада баратын болады, яғни ақылы түрде. Бұл мемлекеттік үлкен бағдарлама, арт-спорт бұрын болды, бұрын қазір даму бала деп өзгертілді. Және де мемлекеттен көптеген қаражат бөлінеді, яғни спортты дамыту үшін, жалпы спортты дамыту үшін әр өңірге әр түрлі суммада көптеген ақшалар бөлінеді. Сол ақшаларға біздің балаларымыз тегін барады осы үйірмелерге. Ол үшін бізге міндетті түрде осы даму бала порталына тіркеліп, сол арқылы бару керек. Және де айына табельге қол қойып отыру керек болады. Енді қазір сіздерге қалай тіркейміз, соны үйрететін боламын. Яғни сіздер өздеріңіз ең алдымен тіркеліп кіріп алдыңыздар, міне аты жөндеріңіз тұр. Енді міне қасында баланы қосыңыз деген тұр. Мына жерге жазамыз. Баламыздың аты жөнін жазамыз. Яғни барлық данныйларын толтырып шығатын боламыз қазір. Міне осылай балаңыздың фамилиясын, атын, отчествосын жазасыз, және де міне толтыруға міндетті жол деген жерге баланың GSN-ін жазасыз. Және де астынан ұл ма, қыз ба, соны таңдайсыз. Енді менің қызым өте кішкентай, негізі бұл жерге балаларды 4 жастан бастап тіркеуге болады. Сондықтан мен сіздерге жай қалай тіркеу керектігін көрсетемін. Қазір мен өтініш бермеймін, себебі менің 2 балам тіркелген бұл жерде. Туған күні автоматты түрде өзі шығатын болады, GSN-ін жазғаннан кейін. Және де мына жерге фото таңдаңыз дегенді бассаңыздар, 3 мегабайттан аспайтын фотосын жүктеп қойсаңыздар болады балаларыңыздың. Және де выберите файл деген жер тұрады. Бұл жерге сіздер баланың туып туралы куәлігін тіркеулеріңіз керек болады. Яғни мен міне бетіне дайындап қоясыздар рабочий столға өздеріңізге. PDF форматта, яғни оны біз қайдан аламыз? Әрине Каспийден госуслуги, цифровые документы деген жерден сразу скачать етіп алуымызға болады. Және де ерекше қажеттілігі бар балалар үшін мына жерге галочка қою керек болады. Және де баланың туу туралы куәлігін тіркегеннен кейін қол қойып, ETCP-ның 2-ші бөлігімен версиямен қол қоясыздар да жібере саласыздар. Біз осылай баланы тегін үйірмелерге тіркейтін боламыз.